бұзасыздар, мен ары қарай жатамын үйде. Не істеймін, мен не жұмыс істеймін? Менің жұмысымның бәрі мына жерде жатыр. Сіздерге қашан ескертілді? Бізге кеше 27-сі күні сот орындаушыдан қағаз келді. Енді ешқандай мөр болмаған соң елеген жоқпыз біз ол қағазды. Жоқ, печать жоқ, ештеңе. Рұқсат. Бірақ біз кеше сол 27-сі, бүгін 26-сі, кеше 26-сі күні біз акиматқа барамыз деп жиналдық. Мына жерде сол 300 адамның ішінен 10 шақты адам ғана акиматқа барамыз, бәрін түсіндіреміз, бізге уақыт берсін, жер берсін деп. Барғанымызда бізге келмесін деген қағаз келді. Біз ойлап тұрмыз, біздің арамызда адам бар, ол жаққа біздің барыватымыздың бәрі ескертіліп жатыр. Ал енді кешке жақын бізге жаңа қол қойдық. Рұқсат сұрап қол қойдық. 300 адам қол қойып беріп жібердік. Кешке сағат 9-да бізге хабар келді. Болды, жұмыс істей бересіздер. Кімнен хабар келді? Осы жерде акиматқа біз қағаз жібердік қой адвокаттан. Сол болды, азанда жұмыс істей бересіздер. Ал біз уже азанда әлі мен үйде жатқан тұрған жоқпыз. Себебі біз түнде кеш жабамыз, азанда кеш тұрамыз. Тұрғаннан кейін уже бізде мына жерде КАМАЗдар тұр, не дейді мынау? Бульдозерлер тұр, бұзайын деп тұр да. Қанша аттракционыңыз бар ішінде? Менің бар, 5 аттракцион. Сіздердің араларыңызда пенсионер немесе мүгедектер бағып жатқан? Бізде пенсионерлер жұмыс істейді, өздеріне лайықты уақыттарында жұмыс істейді. Біз осы қалада, осы Түркістан облысындағы барлық мүгедектерге, жетім балдарға өте көп көмек береміз. Қанша бала, бүгіннің өзіне бізде 60 адам келіп тегін ойнап кетеді. Бізде ондайлар көп, біз оның бәрін жарияға жарыса алмаймыз ешқашан. Жасырын садақа деген бар, біз жасырын садақамыз істеп отырамыз. Тамаққа дейін тегін береміз, мысалы су, тамақ бәрін тегін береміз. Бұл жерде магазині бар адамдар бар, аттракционы бар адамдар бар, кішкене өздері құрастырып ойнатады. Соның барлығы жиналып, біз осындай мекемелерге өзіміздің садақамызды беріп отырамыз. Біз акиматқа жария етпейміз оны. Арасында акиматтың өзінің беретін несі бар? Өтініштер бар. Мына жерге көмектесіңіздер, мына жерге көмектесіңіздер. Одан ол әшейін 2% болса, 10% біз өзіміз жасырын садақа ретінде береміз. Біз оны ешкімге жария етіп мақтанбаймыз да.